Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте әдемі, өте дәмді әрі ерекше пайдалы таңғы астың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, осы рецептпен жасап көріңіздер. Күнделікті тек жұмыртқа қуырғанша арасында осындай ерекше рецептпен жасап беріңіздер отбасыларыңызға. Ең алдымен авокадоларымызды осылай екі бөлікке бөліп алдым және ішіндегі дәнегін алып тастаймыз. Және қасықтың көмегімен авокадоның ішін осылай қабығынан босатып алыңыздар. Енді авокадоларымызды езгіштің көмегімен езіп аламыз, немесе шанышқының көмегімен де езсеңіздер болады. Дайын болды. Енді бір қызанағымызды алып, видеода көрсетілгендей ұсақтап, кубиктап турап аласыздар. Егер сіз авокадоны алдын жеп көрмеген болсаңыз, міндетті түрде алып жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Дәмі бір ерекше, сондай тәтті жеміс. Және таңғы астарыңыздың да дәмі ерекше болады, осы авокадоны қосып жасасаңыздар. Сол үшін міндетті түрде алып жасап көріңіздер. Менің балаларым жақсы көреді, оларға бірінші рет алып бергеннен ақ осылай дәмі ұнады. Екеуін жақсылап араластырып аламыз, авокадо мен помидорымызды. Егер қаласаңыздар, басқа да көкөністер қоссаңыздар болады. Мен тек помидор мен авокадоның өзін жасадым, немесе тек осылай екеуін ғана қосып жасасаңыздар да дәмі өте дәмді болып шығады. Біздің начинкамыз уже дайын болды. Енді нандарымызды осылай тілімдеп кесіп аламыз. Чесногымызды турап аламыз. Видеода көрсетілгенде ұсақтап турап аласыздар, немесе үкіштен өткізсеңіздер де болады. Осылай жақсылап ұсақтап турап аламыз және қызып тұрған майға чесногымызды салып қуырып аламыз. Кішкене қызарғанша ғана қуырсаңыздар жеткілікті, қатты қуыру керек емес. Енді қуырылған чесногымыздың үстіне тураған нандарымызды екі бетін аунатып, қызартып, кішкене ғана қуырып алыңыздар. Нанымыз кішкене қытырлақ болу қажет. Тым қатты қоймаймыз. Жұмыртқаларымызды пісіріп аламыз осылай табаға. Бізде бір тілім нанға бір жұмыртқа қажет болады. Үйіңізде адам саны қанша, соған қарай ингредиенттердің санын көбейтіп немесе азайтып жасай бересіздер. Міне біздің нанымыз осындай хрустящий дейді, сондай болып шықты. Енді үстіне дайындап алған начинкамызды жағып шығамыз. Нанымыздың дәмінің өзі чеснокқа қуырылып піскеннен кейін өте дәмді болып шығады. Және тек нанның өзінде таңғы асқа осылай жасап берсеңіздер болады, егер де тостер жоқ болса сіздерде. Осылай нандарымыздың үстіне начинкаларымызды барлық шетіне тигізіп, жағып шығамыз. Достар, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Сіздермен осындай ерекше пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Және де колокольчик белгісін басып қойыңыздар. Сол кезде арнамда шыққан жаңа рецепттерді алғашқылардан болып көретін боласыздар. Міне начинкаларымызды уже нанның бетіне жайып шықтық. Енді үстіне қуырылған жұмыртқамызды қоямыз. Мен бір жұмыртқаны кішкене шикідей қуырдым. Міне достар, біздің таңғы асымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және осы рецептпен жасап көрген болсаңыздар, комментарийде бөлісіп кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.